Assalamu alaikum qымбатты достар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Және де бүгінгі тақырып Лионель Месси туралы. Месси туралы. Және де бұл бала алдыңғы видеода өзінің Реалдың болельшігімін деген еді ғой, Месси жайлы түсіріп жатыр деген сияқты әңгіме болмасын. Мен шын айтсам, Мессиді полиядан деп жалпы былай 90 минут футболдан көргем, бірақ мынандай кішігірім видеодан оның скиллы және де штрафнойларын бір видеоға сыйдыртқан бір обзорын көрмеппін. Сол себепті мен осы нені көргім келіп отыр. Және де тағы айтқым келетіндері, мына Криштиан дейсіздер, Месси дейсіздер, өтініш комментарияға бір-бірлерін ол екі игрокты жамандап, жаман пікір жазбасаңыздар екен деп тілеймін жалпы. Бір-бірлеріңізді сөз таластырмай қойғандарыңыз дұрыс. Және де бұл кісі жайлы білем, бұл кісі мировой ойындағы кісі, ештеңе айта алмаймын. Бұл кісі жайлы просто қызығушылығым болды, осы видеоны көргім келді. Және де мен бұл видеоны қазір сіздермен бірге көремін. Сіздер де лайк басып, мені қолдап, теріс пікір жазбай, маған мотивация беретін пікірлер жазып, канал туралы жақсы ойларыңызды жазып, және де енді жұмысқа бара алмай жатыр қой, бәріміз үйде отырып, мен осындай бір өзімнің блогерлік уақытымда істегім келіп тұрды. Мен қолымнан келе ма, қаншалықты келеді, қаншалықты келмейді деген сияқты. Жалпы мен өзімді блогер ретінде өз-өзімді көре аламын. Сіздер қалай ойлайсыздар, пікір жазыңыздар. Және де маған не жетпейді жалпы блогер болуға. Мысалы, араларыңызда блогерлер көретін шығар. Маған өздеріңіздің опыттарыңызды, қалай істеу керек, камераның алдында қалай сөйлеу керек, соларды жазып, маған өздеріңіздің опыттарыңызды жазып жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Және де біз бұйыртса мына видеоны көріп бастайық. Сіздер менімен біргесіздер деп ойлаймын. Ал, кеттік. Месси. Юнайтедпен ойнаған ғой. Месси жаңа камера Месси деп көрсетеді ғой, Месси деп танытқан. Сол кезде бірдеңе болады дейсің басты. Штрафнойдан әсіресе бізгілер бар ғой, штрафнойдан қарайтын бүйтіп па бірдеңе ол сияқты қараймын. Сол кезде жүріп біліп тұрасың ғой, бірдеңенің болатын ше. Без шансы, нөл шанс. Мына ойындарды білемін. Лига чемпионаттардағы ойындарын көремін Барселонаның. Жалпы Лига чемпионатта Испанияның барлық клубтарына жанкермін. Егер испанский екі клуб болып қалса, онда өзі испанский клуб жеңсе екен деген ой болатын шығар. Білмеймін, бірақ екі испанский клуб әлі шығып көрмеген сияқты. Ал егер Реал мен басқа испанский клуб шықса, әрине Реалға болетесің. Былтыр қойым ғой мен. Топты алу соншалықты қиынды бәрі. Аяғының астына кәдімгі ближайший полиция олсап, шлагбаум ұқсап, артынан қолмен итерсек тоқтатады.
Dribbling деген күй жоқ қой бұл кісіде. Ливерпульмен Барселонада ойнаған кезінде. Месси одан кейін финт жасайды деп ойлай алмаймын, өйткені финт мүлде жасамайтын кісі ғой. Бірақ дриблингпен күшті алады да просто допты. Дриблингі жақсы бұл кісінің. Мен бәрі тезет деп ойлаймын. Mesela. Kolunu stop. Arapça bir ne var ya? Ankara Messi. Messi не сюрприз oldu, yüzü çıktı. Ankara Messi. Arapça mı? Bilmiyorum точно. Şimdi bir ne var? Замахпен күшті алыпты сосын бұл кісі. Замах. Уже күшті музыка болып қалған десеңші. Мен ойымша одан кейін бір жағынан да Атлетикомен ойнаған ойында негізі көп жарақат алатын сияқты мен ойымша. Сен Атлетиконың ойыншыларын білеміз ғой, қалай ойнайтынын. Барлық удар штангаға тиген сәттер сияқты. Штангаға тиген кездер мындай. Вратарларға да жаман қиындық туғызатын ойыншы ғой. Айналдырып күшті өтті. Кучон. Слева удар. Не деген пас? Төрт адамның қара. Mesela. Тағы бір пас. Жібер. Забростары мықты да бұлардың. Екеуін Гвардиоланың кезінде үйреттіңдер ғой. Ештеңе демеймін. Не слышно, я помню. Доп деген аяғына келем қалған сияқты алдында бұлай жүреді.
20 сантиметрдің сондай-ақ тастайтын жара аяғының арасы. Аяғына жабысып кетіп бара тұр ғой. Андай ешкім жүгіре алмайды ғой негізі Мессиден басқа. Қарасаңшы, мына доппен кетіп бара жатсам алдым. Көрінсе қалай істі болған? Бүйтіп істі болған. Дерби ғой, каталонский дерби. Мынау да Атлетико ғой. Штрафныйға келген кезде не істейсің? Тек сөйтіп қуатасың, басқа ештеңе істемейсің. Өйткені штрафныйға кірсе не болады? Түрлі гол болады. Реалмен ойын ғой. Жеңілген бұл, по-моему, 3-0 болып жеңілген кез ойын. Месси туралы мен ештеңе де дей алмаймын. Өйткені көрдім. Вообще бөлек әлем. Штрафныйларын. 5 шанс. Mesela. Mesela. United. Hop. Valencia. Sevilla soğan gol, mal gol buluyor. Негізі мынау пас берген негізі. Ол zaman деп ойламаған жоқпын. Забростарды да көп жақсы жасайтын. Хоп.
Басқа ештеңе айта алмаймын. Просто қарап отыра бергеннен басқа ештеңе айта алмаймын. Мынандай ойыншыға тек қарап, мынандай видеоға қарап отырғаннан басқа ештеңе айта алмайтын жоқсың. Осы бізге жаман Мессидің. Сөйтіп бір қараса уже гол болады деп ойлай бер ғой. Басқа ештеңе де айта алмаймын мен. Бұл мировой ойыншы. Сондықтан Криштиану мен Мессиді салыстырып керек емес сияқты. Өйткені Месси өзінің стиліндегі ойыншы, Криштиану өзінің стиліндегі ойыншы. Екеуі вообще екі түрлі. Мысалы, Криштиану сияқты, Месси сияқты тура осының стилінде ойнайтын екі адам болса, онда салыстырыңыздар. Мен ештеңе дей алмаймын сіздерге. Ал екеуі екі стилдегі образдағы ойыншы, мен салыстырып керек емес сияқты. Видео ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және де ойларыңызды айтыңыздар. Менің кем кетіктерім болса, оны айтыңыздар. Бірақ қазақтар деген сияқты әңгіме маған керек емес. Қазақтар енді осындай не істеп бастаған ба, фу, жараспайды деген сияқты әңгімелер керек емес. Жалпы жақсы ойда болыңыздар, жақсы пікір қалдырыңыздар. Сіздермен мен Тұрарбек. Және де келесі реакциялар түсіруге мен дайынмын. Болашақта тек игроктардың емес, кәдімгі матч туралы, прямой матч туралы да реакциялар түсірем. Коронавирустан құтылайық аман-есен. Сол себепті болашақта каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, менімен бірге болыңыздар, жаңалықтарды үзбеңіздер, үйде болыңыздар. Сіздермен бірге мен Тұрарбек. Сау саламатта болыңыздар.